Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода екі табақ етке қандай мүшелер еттер асылатын туралы видео түсіретін боламыз. Етті алдымен жуып алып, сосын барып қазанға саламыз. Қазан дегенде мынау бочка жілік салынады, мынау жамбас, жүрек. Каналға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бел омыртқа. Жауырын. Жалпы екі табақ ет. Ерлі адамдарға бір стол, және де әйелдер бір стол қонақ шақырып жатырмыз. Ауыл кісілерін. Тағы бір қысқа омыртқа. Жал. Мынау асық жілік, әйелдер жаққа салынады. Сіңірі бар. Құрметті көрермен, мынау тіл, видеоны бөлісіп, басқаларына көруіне себепкер болыңыздар. Қолдауларыңыз өте қажет. Мынау қарын, екі столға. Мынау қарта. Мынау желін май. Мынау қазының қабырғасы. Міне мынау қазының етек жағы. Қос қазы деген осы. Енді үстіне су толтырып, астын қосамыз. 40 минуттың жобасында су қайнайды, содан бастап есептеп 2 сағаттай пісіреміз.